Ілияс Жансүгіров, Исатай Махамбет поэмасы. 19 ғасыр. Қазақ даласы екі оттың арасында қалған шақ. Бір жағында империяның озбыр саясаты, екінші жағында өз халқын қинаған Жәңгір ханның қаталдығы. Бірі билікке тойып алтын тақта мастанса, екіншісі әділдік істеп азап шекті. Сол елде ерекше жаратылған екі алып қыран болыпты. Бірі таудың тасындай берік, сөзі салмақты, айбарынан жау сескенетін Исатай батыр. Екіншісі тілінен от шашыраған, сөзі найзадай өткір, домбырасын тартса тас балқытқан Махамбет. Ақынның ханға айтқан сөзі тарих бетінде былай жаңғырды. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқырсың. Бір күні халықтың зары шегіне жеткенде, Исатай мен Махамбет қалың елді жинап, «Ей халайық, біріміз құл, біріміз күн болып өткенше, әділдік үшін басты киік, хан сарайы халықтың қанымен емес, терімен суарылсын», деп ұран салыпты. Олар тұлпарларына мініп, қолдарына ту алып, ханның ордасына бет алды. Махамбеттің жырлары желмен ұшып, әрбір киіз үйге жеткенде, езілген жұрттың еңсесі көтеріліп, олар да батырлардың соңынан ерді. Бөкей ордасының маңында қанды шайқастар басталды. Исатай бастаған қол хан ордасын қоршап, теңдік талап етті. Алайда зеңбірекпен қаруланған патша әскері мен сатқындықтың айласы басым түсті. Исатай Ақбұлақ бойында ерлікпен қаза тапты. Махамбет болса досынан айырылып, жүрегі қарс айырылсады, қолынан домбырасын тастамады. Ол тау тасты кезіп жүріп, халыққа батыр өлсе де, оның ісі өлмейді, бостандық күні әлі туады, деп жырлап өтіпті. Түйін: Исатай мен Махамбет жеңілген көтерілісшілер емес, рухты оятқан ұлы тұлғалар. Олардың жолы бізге мынаны ұқтырды: билік пен байлық өткінші, ал ел мүддесі жолындағы күрес мәңгілік. Жансүгіров поэмасы осы екі алыптың тағдырын ұлттық бостандық жолындағы аманатына айналдырды. Біздің тарихымыз бұл біздің кім екенімізді айқындайтын жалғыз құжат. Сондықтан сіздерді өзіміздің батыр, ақын, ұлы тұлғаларды сипаттайтын Исатай мен Махамбет поэмасын оқуға шақырамын.